Сәлеметсіздер ме? Мен Зердебай Бекарыстанұлы атындағы нөмір 3 жалпы білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Тәңірберген Арай. Жобамның жетекшісі Құлданова Жұбай. Менің ашық университетінің номинациясы бойынша белсенді мектеп жобасын сіздерге таныстырғым келіп тұр. Жобамның мақсаты Зердебай Бекарыстанұлы атындағы жалпы білім беретін мектептің оқушылардың оқуға құштар мектеп жобасын іске асыру. Шырық кодтар арқылы мектепте кітапханада кез келген кітаптарды электронды түрде алу. Қоғамның табысты дамуы жаңа ізденіс үстінде креативті ойлайтын адамдарға байланысты. Шығармашылықтың дамудың көптеген қызықты әдістері бар. Мысалы, мектеп ішінде әртүрлі қызықты шығармашылыққа бейім адамдардан қоғам құру. Немесе сабақтардың үстінде қызықты кітаптар оқу арқылы, интеллектуалдық сайыстарды өткізу арқылы балаларды шығармашылыққа дамытуға болады. Білімнің негізі кітап. Сіз кітапты оқу арқылы жан-жақты бағыт-бағдарды дамытып, өзіңіздің сөздік қорыңызды байыта аласыз. Қазіргі кезде кітап оқуға қызығушылық азайып бара жатыр. Осының алдын алу үшін оқушыларды кітап оқуға шақырып, оларға қызықты кітаптарды ұсыну керек. Қазіргі технология дамыған заманда оқу процесін көтеру мақсатында біз осындай QR кодтарды пайдалана аламыз. Бұл бұрыш оқушыларды кітап оқуға ынталандыру мақсатында жасалған электронды кітапхана. Мұнда біз QR код жүйесін қолдану арқылы кез келген кітапқа лезде қол жеткізе аламыз. QR кодты сканерлеу арқылы оқушылар электронды форматтағы кітаптарды оқи алады. Аудио кітаптарды тыңдай алады және қосымша ақпаратты ала алады. Бұл заман талабына сай білім алуға үлкен мүмкіндік.